Бірінші тақырып. Тема первая. 9-10 сабақ. Уроки 9-10. Мұхтар Әуезов – қазақтың ұлы жазушысы. Мұхтар Әуезов – великий казахский писатель. 4-ші тапсырма. Задание 4. Мәтінді тыңда, оқы. Прослушай текст, прочитай. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Берлі ауылында туған. Әкесі Омархан мен атасы Әуез сауатты кісілер. Мұхтарды атасы Әуез бен әжесі Дінасыл тәрбиелеген. Мұхтардың атасы Абай ауылымен сыйлас болған. Үнемі хабарласып, араласып отырған Мұхтар 6 жасынан Абайдың өлеңдерін жаттап өскен. Жазушының Абай туралы ең үлкен еңбегі Абай жолы атты 4 томдық роман-эпопея. Романның бірінші томы Абайдың балалық шағынан басталады. Жазушы бала Абайдың отбасы, өнеге алған ортасы, шәкірттері жайлы жазды. Ал романның 4-ші томы Абайдың қайтыс болуымен аяқталады. 8-ші тапсырма. Задание 8. Сөздер сөйлейді ойына. Қоржыннан мәтінге қатысты етістік сөздерді алып, бірден сөйлем құрап айтыңдар. Дұрыс әрі көп жауап берген оқушы жеңіп шығады. Игра «Слова говорят». Вытягивайте по одному глаголу из коржина и придумайте с ним предложение. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Қоржынға салынатын сөздер. Слова в коржине. Туған, родился, араласты, общался, хабарласты, был на связи. Басталды, начался, аяқталды, закончился. Жаттады, учил наизусть. Жазды, написал. С данными словами можно составить, например, такие предложения. Мұхтар Әуезов Шығыс Қазақстанда туған. Мұхтардың атасы Абай ауылымен араласты. Екі ауыл үнемі хабарласып тұрды. Роман Абайдың балалық шағынан басталды. Шығарма Абайдың өлімімен аяқталды. Мұхтар 6 жасынан Абай өлеңдерін жаттады. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазды. 9-ші тапсырма. Задание 9. Жазушымен сұхбат. Рөлдік ойын. Мәтін мазмұны бойынша тележурналист пен жазушының шағын сұхбатын көрсетіңдер. Сөйлеу әдебіне қатысты сөздерді амандасу, танысу, мадақ сөз, қоштасу алдын ала жазып алып, диалогте қолданыңдар. Интервью с автором. Ролевая игра. Покажите небольшое интервью тележурналиста и писателя по содержанию текста. Заранее выпишите слова, относящиеся к речевому этикету. Приветствие, знакомство, похвала, прощание. И используйте их в диалоге. Сәлеметсіз бе, Мұхтар Омарханұлы? Аманбысың балам? Менің есімім Арман. Мен тележурналистпін. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мұхтар Омарханұлы, Абай жолы романын жазуыңызға не себеп болды? Мен бала кезімнен ұлы Абайдың шығармаларын оқып өстім. Атам Әуезден Абайдың отбасы туралы көп естідім. Мен халықты Абайдың өмір жолымен таныстырғым келді. Абай жолы роман арқылы біз Абайды танып білдік. Романыңыз өте керемет туынды. Рахмет. Ұлы Абай туралы роман жазу мен үшін үлкен мәртебе болды. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. 10-ші тапсырма. Задание 10. Топтық жұмыс. Мұхтар Әуезов туралы ақпарат тауып, өмірі мен шығармашылығына қатысты постер жасаңдар. Оны сыныпта қорғаңдар. Работа в группе. Найдите информацию о Мухтаре Әуезове, его жизни и творчестве. Создайте постер, защитите его в классе. Ребята, ваш постер может быть примерно таким, как показано на экране. Для защиты постера вы можете зачитать такую информацию. Бірінші, Мұхтар Әуезовтың еңбектері 50 томда жарық көрді.
Бұл автордың барлық шығармалары емес. Екінші, Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры. Үшінші, 1917 жылы Абайдың әйелі Әйгерімнің киіз үйінде Абайдың немересі Ақышты тұрмысқа ұзату тойына сыйлық ретінде Мұхтар Әуезовтің тұңғыш жазған Еңлік кебек пьесасы қойылды. Алғашқы әуесқой әртістер болған Абайдың немерелері мен пьеса авторының туыстары. Төртінші, Әуезовтер отбасы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлымен туыс болған. Мұхтардың атасы Әуез Абайдың досы және оның шығармаларын зерттеушісі болған. Абайдың әкесі Құнанбай Әуездің әпкесі Нұрғанымға үйленген. Абай Әуездің немересі Мұхтардың шілдеханасына келген. Бұл қайта жөндеуден өткен жазушы дүниеге келген үй. Бесінші, Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына орай 20 теңгелік естелік тиын шықты. Сондай-ақ жазушының аты Алматы қаласының көшесі мен ауданына, Қазақстанның басқа да қалаларының, Бішкек, Минск қалаларының көшелеріне берілді. Алтыншы, Мұхтар Әуезов Семей қаласындағы Жарыс бірінші футбол командасында ойнады. 11-ші тапсырма. Задание 11. Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйінде Абайға қатысты қандай экспонаттар бар екенін анықта. Мұражай сайтына кіріп, олармен таныс. Узнай, какие экспонаты, связанные с Абаем, находятся в доме-музее Мұхтара Әуезова в Алматы. Посети сайт музея и ознакомься с ними. Өзіңе қызықты болған деректерді жазып ал. Абайдың туған күніне байланысты мұражайда Абайды танимыз ба деген тақырыпта поэзия кеш өтетін туралы хабарландыру жаз. Хабарландыру мәтінінде деректі және дерексіз зат есімдерді қолдан. Запиши заинтересовавшие тебя данные. Напиши объявление о вечере поэзии с названием «Знаем ли мы Абая?». Используй в тексте объявления конкретные и абстрактные существительные. Интересные факты о доме-музее Мұхтара Әуезова. Мұхтар Әуезовтың мұражай үйінде Абай жолы романының бірінші-екінші кітаптары, Абайдың алғашқы шығармалары, ақынның қазақ, орыс және басқа да тілдерде шыққан шығармалары мен жинақтары бар. Абай жолы романының араб, ағылшын, неміс және тағы басқа тілдер аудармалары, әлем әдебиеті қайраткерлерінің Абай шығармашылығы туралы жазған пікірлері көрсетілген. Абай отбасының, балаларының, орыс достарының фотоларының түпнұсқалары қойылған. Абай пьесасы, Абай жолы романынан композиция, Абай әндері көркем фильмі бар. Текст объявления может быть примерно таким. Хабарландыру. Құрметті ұстаздар, оқушылар. 2023 жылғы 10 тамыз күні сағат 15:00-де Мұхтар Әуезовтың мұражай үйінде Абай Құнанбайұлының туған күніне орай өтетін Абайды танимыз ба тақырыбындағы поэзия кешіне шақырамыз. Мектеп әкімшілігі.